Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін бауырсақтың ерекше рецептімен бөлісемін. Ешқандай қоспасыз, сүтсіз, сусыз, жұмыртқасыз жасалатын ерекше бауырсақ түрі, яғни сарыағаш қана қажет. Осы рецептпен бауырсақты дайындайтын болсаңыз, үлпілденген, дөңгелек, іші ауаға толған, қамыры болмайды ішінде. Мына видеодағыдай ішінде қамыр жоқ, ұны жоқ, яғни дөп-дөңгелек ауаға толған бауырсақтар шыға келеді. Өте жеңіл және тез, оңай, жылдам дайындалатын бауырсақ түрі. Менің каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Ал ендеше бастаймыз. Алдымен 200 мл сарыағашты құйып аламыз. Мен арнайы өлшегіш ыдысым бар. Егер сіздерде болмаса, 1 стакан су ровно 200 мл болады. Үстіне 8 грамм дрожж қосамыз. Қатты газдалған сарыағаштың себебінен тез көтеріліп, шапка шығып, пенкалар пайда болды. Оның үстіне толы шай қасық тұз саламыз. Артынша 1 ас қасық қант, оның артынша 2 ас қасық сұйық май қосып, жақсылап араластырып, тұзымыз бен қантымыз еру қажет. Үстіне 250 граммдық илегішімізбен жақсылап илеп аламыз, илегіштен өткізіп аламыз. Сонда біздің қамырымыз әдемі көтеріледі. 300-350 граммдай ұн қажет. Жақсылап илеп аламыз, июі қандыру үшін. Июі қанып болғаннан кейін, яғни арасында 30 минут қажет. Июі қанып көтерілгенін байқадыңыздар. Қолымызды майлап алып, жақсылап қамырымызды аламыз да, үстіне қатты салмақпен баспай, жай ғана басып, жайып шығамыз. 5 мл қажет. Дөңгелектеп бауырсақтың формасын шығарып аламыз. Және 20 минутқа үстіне орамал қойып, 20 минутқа қойып қоямыз. Көтерілген тағы күтеміз. Көтеріліп болғаннан кейін алдын ала қызып тұрған, яғни отқа, майға салып, екі жағын қызартып, пісіріп аламыз. Міне видеодағыдай көрініп тұрғандай, біздің ыдысымыз шұңқыр болып келеді. Осындай ыдысқа пісірсеңіздер, біздің дөңгелектенген бауырсақтарымыз әдем болып шыға келеді. Домаланып, дөңгеленіп, іші ауаға толған бауырсақтар шыға келді. Мына видеода көрініп тұрғандай, өте үлпілденген, жеп-жеңіл және дөңгеленген шар сияқты бауырсақтар шыға келді. Осы рецептпен бауырсақ түрін жасайтын болсаңыздар, өкінбейсіздер. Менің каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын, себебі алда ерекше рецепттер күтілуде. Амандықта жүздескенше.